Алтын ұяң отан қымбат. Қот берекең атаң қымбат. Аялайтын анаң қымбат. Асқар тауың әкең қымбат. Туып өскен жер қымбат. Туы биік ел қымбат. Отан қымбат. Мінекей балалар, кітапхана деген осы. Жиі келіп тұрыңдар. Болашақ ғалымдарымыз да келді. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Бұл ерекше кітапхана. Тарихтың алтын әріппен жазған парақтарын, небір құнды дүниелерді осы жерден табасыздар. Сондай-ақ бұл жерде ақын жазушылардың қол жазбаларында көшірмелері бар. Керемет, көрсек бола ма? Иә. Әрине. Мысалы мынау Сырбай Мәуленовтің қол жазбасы. О, жазуы қандай шіркін. Тауды көрсең, күн көзімен таласқан, аспанды көрсең, ай мен күнге жол ашқан. Дәурен, оқушы кезің есіңе түсіп кетті ме? Иә. Менің де есімде. Тақылдаушы едік қой. Менің байтақ республикам таулары, менің көгім мөлдіреген сол аспан. Дала көрсең, көкжиекпен ұштасқан, көлді көрсең, секілді бір түскі аспан. Менің байтақ республикам даласы, менің көлім теңізбен қол ұстасқан. Қызыл бұлттай көрсең, қырдың гүлдерін, көрсең ашық Алатаудың күндерін, жерінде гүл, көгінде күн бір жүзген, ұлан байтақ республикам бұл менің.
мінекей, мына суретті қараңдар. Бұл фотошежіре қандастарымыздың ата жұртқа оралып, қасиетті жеріміздің топырағын сүйіп қауышқан сәтінің көрінісі екен. Я, алыстағы ағайынның ата мекенге оралғанына да 30 жылдан асты ғой. Тәуелсіздік алып, еңсені көтерген кезде елге оралған бауырларымыз бүгінде азат ұямыздың айбынын асыруға өз үлестерін аямай қосып жатқаны қуантады. Бір жерде тұрлау таппаған, қосылмай малы қаптаған, бөлініп көнған қазақты кімдер де кімдер шаппаған. Бағынып бірақ қалмаған, тәуелсіз қайран жандалам, жер бар ма жалпақ төсіңде, қасірет жасы тамбаған. Жатты да кейде бауыр дер, жақсы қызбенен жалын дер, жиын той болса бәр ақын, жау тисе түгел жауынгер. Аударып жұрттың назарын, бардың да көріп базарын, жоқтың да көріп азабын, даладай дана қазағым, бәрі де таныс жайтмаған, әділет болмас айтпаған. Ақыры алтын бесікке сабылып қайдан қайтпаған, сағынып қайдан қайтпаған. Міне, мына сурет осының дәлелі. Жырақта жүрген олар туған жерге, елге деген махаббатын ән күйімен, әлдиімен жеткізген. Қараңдаршы, қандай керемет сурет. Бұл өлке біздің ауыл жайлаған жері, желіге асау қолын байлаған жері. Көзімде от жалындай көрінеді тебізіп қолын тайдай ойнаған жері. Ақау сабаз ұшырдым ұясынан балапан қазақ. Ақау сабаз ұшырдым ұясынан балапан қазақ. Бұл өлке біздің ауыл көздеген жері, қара көз бойын сылап төзеген жері. Көзімде от жалындай көрінеді аяу, құлан шашу әдесі
Дәурен, тапжылмай қалыпсың ғой, қандай қазына тауып алдың? Тайқазан туралы қызықты мәліметтер жазылған екен. Тайқазан тарихымыздың құты ғой. Иә, 6 ғасырлық тарихы бар Тайқазан да қилы тағдырды басынан өткізді. Әмір Темірдің арнайы соқтырғанын 1935 жылы оны Санкт-Петербургте өткен Иран шеберлерінің конференциясына 3 айға жіберіп, 54 жылдан кейін 1989 жылы қайта оралғанын білеміз. Иә. Ал сол құтты қазынамыз елге оралғаннан кейін ырысымыз артып, тіліміз мемлекеттік мәртебе алғанын, тіпті 1 жылдан кейін егемендікке қол жеткізгенімізді байланыстыра бермейміз. Мінекей, мына құжат мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым этнограф Өзбекәлі Жәнібековтың Тайқазанды елге қайтару үшін жинаған құжаттар екен. Осындай ірі іс тындыратын ірі азаматтар ғой елге қалқан болатын. Иә, Тұран жұртының тұғыры болған Түркістанға Тайқазан оралғанда тамырына қан жүгіріп еді. Міне, бүгінде рухани астанамыздың қайта түлеуі де көңілге медеу емес пе? Фарабиден шуақ көрген, Яссауиге қуат берген Түркістан отанымыздың асқақ рухы. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістаннан жерде туған, түріктің тәңір берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен, Тұранда ер түрігім туып өскен. Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар отты желдей, заулаған қалың өрттей, аспан көрлей. Тұранның жері менен суы бөлек, теңіздей терең ауыр ой бергендей. Тұранда түрк ойнаған ұқсап отқа, түрікпен бас қот болып жан туып па. Көп түріген шабысып тарасқанда, қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па. Іздемес туған елім, тұлпарда көксемеймей туған жерім. Арқаның ардагері қалың алаш, Тұранда біле білсең сенің жерің. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған, түріктің тәңір берген несібі ғой. Turkistan,
Міне мынау осыдан 110 жыл бұрын жарық көрген қазақ газеті ғой. Иә, 1913 жылы Алихан, Ахмет, Міржақып аталарымыз бастаған тұңғыш қазақ газеті жарық көрді. Ахмет атамызша айтсақ, сол кездегі халықтың көзі, құлағы, һәм тіліне айналған қазақ осы. Иә, Абайдың біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген сөзді ұран еткен алаш қайраткерлері ұлт мүддесін қорғауда қазақ газетін саяси мінберге айналдырды. Абайдың жыры арқылы рухын сілкіді, оятты, жігерін қамшылады. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, Ой, шіркін-ай. өрнегін сендей салалма. Ақ шіркін. Абайдың әндері қазақтың даласындай кем ғой шіркін. Иә. Ой, Абай. Алыстан серме, жүректен тербе, шымырлап бойғау жаялаған, қисынын тауып, қиуадан тағына жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі ай, кестенің біз ай, өрнегін сендей салаламас, білгенге маржан, білмеске ярызам, надандар бәғірай алалымас, қиналма бекер тіл мен жан, көңілсіз құлақ ой құлақ. Болмасын кекшіл, болсай жай көпшіл, жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ыржан, болымсыз қылжан, болама еңде қылсаң еріндей, тояды қарның тіленбей, еңде қылсаң еріндей, тояды қарның Неткен сұлу жан. Бір ғасыр бұрын тусам,
мен де Сәкен Сейфуллинге ғашық болатын едім. Ай, қарындасым. Республикамызға Қазақстан атауын қайтарып берген сұңғыла жырдың сұлтаны, ақын Сәкен Сейфуллинге барша қазақ жұрты ғашық болса да, артық етпейді. Солай емес пе? Элдар, ау, қалай ойлайсың, мен мұрт қойсам маған жараса ма? Дәурен, қанша сұлу мұрт қойсаң да, Сейфуллиндай бола алмайсың. Жоға, әрине, Сейфуллиндай сері болу қайда? Дегенмен де мына шаш адамның көркі дейді ғой. Мына мұрт көркіме көрк қосама дегенмін ғой. Нәзерге? Жоқ. Нәзерге, саған осы мұртты, аққұба, сұр костюм киген сондай жігіттер ұнай ма? Енді келбетіне келісіп тұрса, несі бар бұл? Міне тамаша. Елдар неге сұрадың? Ал Ханзада, ақ бозатын қайда? О, шіркін, неткен тамаша ән. Айтпақшы, кітапханамыздың тағы да бір құтты қазынасы осы кітап Ахмет Жұбанов атамыздың кітабы. Бұл кітапта халқымыздың бір туар тұлғалар туралы деректі осы жерден табасыздар. Қазіргі тілмен айтсақ, сал серілер мен халық композиторларының энциклопедиясы ғой. Ақан сері, Біржан Сал, Мұхит Сал, Жаяу Мұса, Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай және де басқада бәрі осы жерде. Заманда әйгілі Үкілі Ыбырай бабамыз бір жиын тойда бір Кәкиман атты қызбен айтысқа түседі екен. Әлгі айтыста айтылған әндер елдің жадында мәңгі сақталған екен. Кәкима қыз сыбызғытын сызылта айтса, Үкілі Ыбырай дауысын құйқылжытып, құбылтып, неше түрлі әуенге басады екен. Сөйтіп сол кеште қанша ән айтылғаны елдің есінде жоқ, бірақ бір тамаша ән елдің жүрегінде мәңгі қалған екен. Ол Үкілі Ыбырайдың Кәкима қызға арнаған әйгілі
Гәкку ән екен. Аралап талай жердің дәмін татымам, қосалып айдын көдедей дабыл қақтымам. Айта алмай кәккуін дайым, ешбір адам мамырлап қоңыр қаздай-ау, аяулап тынбай. Гәкку, гәкку, гә-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 гә. Ай, гәкку, гәкку, гә-гә-гә-гә-гә-гә-гә. Гә-гә-гә-гә-гә-гә-гә-ай. Түрленді 90 түрінен саламынан, жайдастап қылышымдау кең адамынан. Түскендей сен есіме-ау, еркек әкку, тебіренді ұстап әндай-ау, болғанымын-ау. Гәкку, гәкку, гә-гә-гә-гә-гә-гә-гә-гә. Ай, гәкку, гәкку, гә-гә-гә-гә-гә-гә. Гәкку га-га-гай, гәкку га-га-гай, гәкку гәкку га-га-га-го. Гәкку гай. Ол кітапханада ән айтуға болмайды дейсің. Менде бір сұрақ бар. Осы әндердің неге көбісі қыздарға арналған? Халық әндері болсын, тіпті қазіргі заманауи әндері болсын, дүниедегі ессіз ерліктер мен ғажайып ескерткіштердің барлығы осы нәзік жандылар үшін жасалған. Елдар, Ау? сенің не қарсылығың бар ма? Жоқ, ешқандай қарсылығым жоқ. Жай сұрақ қойып отырмын. Сұрақ па жай ғана? Иә. Қыздар ерлік жасамайды деп кім айтты саған? Мәншүк, Әлия, Хиуаз апаларымыздың, Ләззат, Сабира әпкелеріміздің ерлігін сен сонда ысырып қойғың келіп тұр ма былай? Соны айтам. Сен Елдар. Жоқ, Елдар, тыңда. Қазақтың ұлдары ғана емес, сонымен қатар қыздары да батыр болған. Иә, Абылай ханның тұсында 2000 қыздан тұратын мергендер әскерін басқарған Шәпи деген батыр апамыз болған екен. Апамызды қарулас ер азаматтар құрметтеп, Шәпибай деп атап кеткен. Енді бұл жайлы дәйекті құжаттар жоқ, әрине, бірақ бүгінге Шәпибай апамыздай шежіре болып ән жетті. Қазір Жұбаныш ағамыз орындап береді, жақсылап, тыңдап, сосын көзің жететін болады. Айтып тұрғанын қара, сонда қыздар не саған, ерлік жасама деп айтып тұрсың. Елдар. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген. Көп сұрақ қойынша кітап оқысашы. Дәурен, сен де мен кешірші. Елдар. Басым бәлеге қалды ғой. Сіздер де мені кешіріңіздер.
халға байлап келсем жаяу шапиға отыр екен қайран жарай қайран боз үйге ай сәулесі шапиға сәлем айтты келсін деп шомылған айдың гүлді аққудай боп оран гүл сылаңдады шыға келеді қайран жарай қайран қайран Достар, қайдасыңдар? Мынау не деген құнды дүние шіркін. Бұл 1923 жылы тура 100 жыл бұрын жарық көрген Мағжан Жұмабаевтың жыр жинағы. Биыл Мағжан атамыздың 130 жылдығы. От ақынның жалынды жырлары бүгінгі жастардың да жігерін жануда, жолынына рух құюда. Арыстандай айбатта, жолбарыстай қайратта. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенем. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға, мен жастарға сенем.
жас қыран, балапан, қанат жайып ұмтылған, көз дегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Таусуындай гүрілдер, айбындалаш елімдер, алтын арқа жерімдер. Мен жастарға сенемін. Қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға, иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алашатын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Мен оттанмын, от менен, жалынмын мен жанамын, оттан туған баламын. Қараңғылық бұққанда, қызарып күн шыққанда, күн отынан туғанмын. Жүрегімді, жанымды, иманымды, арымды, жалын менен жуғанмын. Жүрегімде, жанымда от, иманымда, арымда от. Міне, Мағжанның от шырының жарығы бүгінге жетті. Мен бұл әлемнің есігін қақтым, кең даламның үнін естіп өз-өзімді таптым. Бабалар рухы біз барда еш өшпес, самғадым мен биіктерге, көкке қанат қақтым. Төбемізден түскендей жарқырап найзағай, найзасына үкі таққан батырларым ай. Бойдыма тақындай, біз біргеміз дәл солай. Сен бекер бара жолың білмесең, сен өз рухыңа сен бекер самған. Төбемізде түскендей жарқырап найзағай, найзасына үкі таққан батырларым ай. Бойдымар таққандай, біз біргеміз дәл солай. Сабырға әрғайсынды, сабырға келмей көп адамдар сынды. Сонда да мықты қазам және рықты, бәйгеге бірінші найзасын соқты. Астемеге жақсылар іздет, анықтындасан егер бабаларым іздет. Бабалар айтар, балаларым алға, біз сен үшін құрбан, сен үшін самға. Артқа ешқашан, алға әрқашан, сен байқаған боласың біздің бай басқаша. Өйткені сезін, бұл байтағылық менің айтарым осы аллалық. Бірлігіміз жарасады біздің әрқашан. Мерекелеріңізбен тия. Мінекей, мынау қазақ хандарының шежіресі, елдік пен елдіктің кодексі десе де болады. Көрейікші. Мынау Абылай ханның аманаты ғой. Дәл өз. Оқ көрейік. Елдің көкжиегін кеңейтетін ақиқат жолы. Елдің көкжиегін кеңейтетін ақиқат жолы. Әділдік бар елде бейбітшілік болады. Алтыныштығы шайқалмаған жұрттың бірлігі бекем, берекесі мол. Біз төрткіл дүниені тұлпардың тұяғымен тітіреткен, сақтар мен ғұндардың
ұрпағымыз. Кемеңгер Керей бен Жәнібек хандар құрған қайсар хандықтың мұрагеріміз. Ынтымақ бірлік болмаса, елдікке мойын бұрмаса, үлкеннің айтқан сөздерін кішісі қолдап тұрмаса, ел дегенің немене? Ел үшін құрбан болмаса, абырой бедел қонбаса, елім, ерім дегеннен не пайда? Елді тура жолға бастайтын бауырмалдық, бауырдың арына, малына, жанына құрметпен қарау татулықтың басты шарты. Татулық тозбайды, адалдық азбайды. Уа ұлы даланың ұғымтал ұрпақтары, қилы заманның қияметімен қызығын бірге көрген қалың ел. Өр жер барда еңіс бар, шындық барда жеңіс бар. Жеңістің берер жемісі мол. Бейбіт заманда берекелі өмір сүрген ұрпақ адалдық жолынан адаспайды, ардың туын тік ұстайды. Бар қазақ, бір қазақ. Ұлт боп ұйысқанның ұстанымы бір. Ал біздің арман қазақтың баласы қай заманда да азат болғанын қалаймыз. Бар қазаққа қастерлі азаттық, ол аманат. Ұзақ сапарда өзіңмен бірге арманың мен аманатыңды ала жүр, болашақ ұрпақ. Жаз болса жарқыраған көлдің беті-ай, көгеріп толқындайды япыр-ай, алыс шет-ай.
ұлтына қызмет еткендер, аянбай терін төккендер, бәйгеге басын тіккендер, бабаларым, рахмет сендерге. Сын сәтте қылыш сермеген, байрағын қолдан бермеген, әлдейлеп бесік тербеген, аналарым, рахмет сендерге. Жатты да жақын тартқандар, үміт отын жаққандар, арыждан тұмар таққандар, бабаларым, рахмет сендерге. Жасынан жүйрік баптаған, салт санасын сақтаған, намысын нанға сатпаған, бабаларым, рахмет сендерге. Еділ үшін егескен, күл төбеде кеңескен, ел шетіне жау келсе, хан мен қара теңескен, бабаларым, рахмет сендерге. Көрседе қуғын азап мың, арманы болған азат күн, арыстармай қазақтың, Бабаларым, рахмет сендерге. Мен қазақтың мұңар, мұң тәреген жүргегімде таныстым мұң тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұталып, қуанғанда күлкімнен түн түрген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай. Жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. Қашан қазақ атандым мен азандап, әлі күнге білмейсің ей адамзат. Адамзат есіміне береді бала жасын құлпытасты шұқыған кей азамат. Ауыр жолда малы телде бала белде, уайым төбе теңіз қой бара берме. Жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат төбе боп тәуіл қарал елге. Бұл күн десең мен қазақпын, мұң тіреген, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Бұл күн десең мен қазақпын, мұң тіреген, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Мен қазақпын мұңар, мұң тіреген жүргегімде таныстың мұң тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұталып, қуанғанда күлкімнен түн түрген. Мен қазақпын, қырғыз болып туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қара көз бір қыз, бәлкім бөртпеген егізге уысқаным. Мен қазақпын бір биік белестің, мен Европада, Азияда еместім. Мен аралықпын жетінші материкте, бірақ барша адаммен теңестім. Мен қазақпын, байтақ елім, қайта тудым өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір төрілдім, мән өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Бұл күн десең мен қазақпын, мұң тіреген, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Бұл күн десең мен қазақпын, мұң тіреген, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар.
Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құрсағыма сыйдырам даланы кең. Пәк сәбеймін бесікте уілдеген, дәуірлермен құрдаспын, данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынға сықпын. Жүрегімде, кеудемде шын ғашықтың. Жанартаудай жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам қыран боп, шынға шықтым. Назерке, Дәурен, біздер өткенде Қазақстан тарихына байланысты материал іздеп едік қой. Иә? Міне, мына кітапты оқып шығыңыздаршы. Қазақтан шыққан тұңғыш антрополог Оразақ Смағұл атамыздың кітабы. Ғалым антрополог біздің тарихымызды 40 ғасырға дейін тереңдеткен екен. 2 ғасырдың куәсі болған Оразақ атамыздың сіздегі арнаған тілегі бар екен. Тыңдап көрсек. Қымбатты қауым, барлығыңызға бақыт тілеймін. Мен осындай 90-нан асқанда бүгінгі қазақтың еркіндігін, егемендігін көремін бе деген бізді үміт болған жоғыны. Қазақ халқы бақытты осының елі жасап атқанымыз, ел болып жұрт болып әлемге танымал болып атқанымыз өте орынды дейміз. Бірақ бүгінгі сәбиқамда туып атқан балалармен сіздер мен біздердің мойнымызда аса бір ауыр аманат бар. Біз бір қазақ үшін емес, өзіміз үшін емес, 4-5 қазақтың арманын іске асырып, солардың тілегін орындауға тиіспіз. Қазақ бір-бірімен тату болу керек, бір-бірімен сыйлы болу керек. Орынсыз істері болса кешірімді болу керек деген тілек білдіремін. Халқымның бірлігі мен тірлігі келешекте жарқырап әлемге танымал болсын деген тілек білдіремін. Рахмет. Көп жасаңдар, бақытты болыңдар. Көпті көрген Абыз қария аңыз ақсақалдың айтқаны келсін деп тілейік. Заманымыздың заңғар тұлғасы осы асылдар. Олар қошеметтің ең үлкеніне лайық. Заман-ай, өткен замандар өткен адамдар-ай, келер күндер үшін, өнер гүлдер үшін, өмір сүрген үшін, халқын бағалай. Жосылдыңдар, жауды жайпадыңдар, дауды қайтардыңдар, жаз боп жайқалдыңдар, жарқын заманда. Жанар шамдарды заман-ай, көркем жеріміз бар, өркен еліміз бар, терең тегіміз бар, алда күні жарқын, жаз
аса ұлы халқым алтын замандай. Достар, мына маңызды құжатты қараңдар. 1990 жылдың 25 қазанында Қазақ КСР жоғары кеңесінің қаулысы бойынша мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылданды. Бұл әрине тарих сахнасындағы аса маңызды әрі тарихи қадам болатын. Бұл құжаттың еліміз үшін саяси маңызы өте зор. Өйткені дәл осы мемлекеттік егемендік туралы декларация Қазақстан Республикасындағы конституциялық дамудың негізін қалады. Мынау сол құжат. Декларация Қазақстанның әлемнің басқа мемлекеттерімен экономикалық, саяси және мәдени қатынастарды дербес дамытуға құқығы бар екенін жариялады. Міне мереке деген, міне біздің тарихымыз, өрлік рухымыздың өлшемі. Бұл егемендігіміз еңселі. Төзімді құлдық сезім безінді
жеріңде, өзің еткен бақ, тәуелсіздік төріңде, тәуелсіздік төріңде. Ұмыт ескі зарыңды, амауыздық сарынды, арпаң нәпсің төкпесін етектегі тарынды. Қанатыңнан қайрылып, қырар қаңнан майрылып, қонақ тәуелсіздіктен қала көрме айрылып. Асқар тауда сенікі, бақша бауда сенікі, қалытқысыз доспенен қатал жауда сенікі. Өзіңдікі еліңде, өзіңдік ау жеріңде, өзің еткен бақ, тәуелсіздік төріңде. Асқар тауда сенікі, бақша бауда сенікі, қалытқысыз доспенен қатал жауда сенікі. Өзіңдікі еліңде, өзіңдік ау жеріңде, өзің еткен бақ, тәуелсіздік төріңде, тәуелсіздік төріңде. Алатау, Алтай, Ұлытаудай айбынды, Каспий, Балқаш, Алакөлдей айдынды. Атырау, Ақтау, Ақтөбедей мұнайлы, Бурабай, Көлсай, Жетісудай шырайлы. Сыр мен Абай еліндей өсиетті, Түркістан, Қызылжар, Кереку, Маңғыстаудай қасиетті жер қазақ жері. Қазба байлығы қойнауына тұмар болған, жусанды қырдың, қызғалдақ гүлдің, көктегі күннің, ай сәулелі нұрдың құмар болған жері біздің ел. Қасиетті атамекен! Ел жарқын жолмен қадам басқан ертеңгі күнге кел бұл әлемнің орының бар айқын төрінде алда жетеріміз алда жүректе күш сенім барда болашақ келешегіне шақырды алға жетелеп жол ашық шегінбей керек бірге тамаша өмірге жетейік бөлінбей тек бірге сан жол тоғысқан елімнің бүгіні жырдастан тек тілейтінім ертеңімізге ашық аспан алда жетеріміз алда жүректе күш сенім барда болашақ келешегіне шақырды алға жетелеп жол ашық шегінбей керек
бірге тамаша өмірге жетейік бөлінбей тек бірге. Günü şakırda halga jedenler Jolaşık şegen bir kere birge tamaşa ömürge Bolaşık gelecek günü Şakırda alga jedenler Jolaşık şegen bir kere birge tamaşa ömürge jeteyik bölünbey tek birge Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Еліміз, жеріміз, ата мекеніміз жасай берсін. Кең далам, толған аян, толғаян, домбырам, қолға алаян, жырлаян. Қазағымнан даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сен ата мекен Теңіздей тебірендім, тербелдім, сапарда
Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, боз торғайы бол, оның шырылдаған. Көгінде қалықтаған қыраны, татулықтың тұрағы, отан қымбат. Тұғырында туым бар, орман менен нуым бар, сылдыра баққан суым бар, бұл менің Қазақстаным. Егінді далам бар, еңселі қалам бар, бұл менің Қазақстаным. Дархан дала қырым бар, жырым бар, көктен төгілген нұрым бар, бұл менің Қазақстаным. Өркениетке ілескен көшім бар, сүйенетін досым бар, бұл менің Қазақстаным. Жазым бар, жаңбырым бар, тарихым, тағдырым бар, бұл Менің Қазақстаным. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Береке құтты болсын. Жарықтарыңызбен қолдап отырыңыздар ғанекей. Анамның дауысындай, бабамның намысындай отан қымбат. Ең соңғы наныңнан да, ең тәтті жаныңнан да отан қымбат. Қорғаған ерлерім отаным, сен менің жалғызымсың. Құламай әрүйің, жыламай сәбиің мәңгі жүрсін. Төбеме көтерген өмірге әкелген кең даламсың. Сен менің әкемсің, сен менің анамсың. Отан қымбат, ештеңе жоқ. Отан қымбат, қолыңа тең келмес әлемнің қарасы. Отан қымбат, ештеңе жоқ. Отан қымбат, өзіңсің аяулы көзімнің қарашығы. Әлдиге ялып қады, ханғады халыққа да. Отан қымбат, байлыққа батырса да, бар дүние сатылса да. Отан қымбат, арым деп, жаным деп, бабамның қадірі деп басқан ізін. Тоқтамай ел үшін тер төгіп борышым. Отан қымбат, ештеңе жоқ. Отан қымбат, қолыңа тең келмес әлемнің бағасы. Отан қымбат, ештеңе жоқ. Отан қымбат, өзіңсің аяулы көзімнің қарашығы. Қошеметімізді аямаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ғанекей. Қолыңа тең келмес әлемнің парасы. Отан қымбат, ештеңе жоқ. Отан
жұртымыз тыныш болсын